Сәлем достар. Бүгін біз қызымыз екеуміз мен хотя бы дегенді түсіреміз. хотя бы деген ойынды түсіреміз. Мен бастаймын. Мен хотя бы тісім түгел, тәртіп түзу еще. Мен хотя бы мама сияқты күніге тісімді жуа бермеймін, анда-санда жуамын. Вот өзі тісі жуу керек күніге. Мен хотя бы сен сияқты анда-санда тіс жуып, күніге тіс жуамын өтемін. Тағы айта, сен айта. Мен хотя бы күніге төсек салып жүріп кешке. Тапқан сабайда. Күніге кешке компьютер төсек саласың деп отырады. Мен хотя бы жасым 6-да емес сен секілді. Сен бірінші болдың ғой? Екінші болдың. Сіз айтып, не айтасың тағы да? Мен хотя бы телефонға қарап бүйтіп сурет бояп отырмай, ортасында өшіріп сурет бояп аламын да қосып өшіріп бояп аламын. Кім, мен ба? Жоқ, мен. Жоқ, мен телефон қарап отырады дейсің да? Сен мен айтуың керексің ғой? Телефонды тоқтатпай бүйтіп қоясыз да, қарайсыз да деп бояйсыз ғой. Ал мен бүйтіп өшіріп бояп мен телефон ғой. Сосын тағы мен хотя бы сен сияқты 6 жасында биге, 5 жасында болса биге қатыспағанмын атақтады. Енді маман айтпайсың ба биге қатысып тұрсың? Жоқ, би болмаған. Айтып қойшы. Біз аудан ондай би болмаған ғой, қатысатын. Сосын айта, сен айтасың. Мен хотя бы түнде мама сияқты светті жақпай, туалетке бара бермеймін, светті жақып барамын. Енді андай не істемей қорықпаймын ғой уже. Кей кезде мен де жағамын ғой светті. Мына кухняның терезесінен көргім бір. Мен де келін өткенде менде қатты қорқатын осы светтен болса. Мен хотя бы не айтамын? Мен айтайыншы. Мен хотя бы маманың компьютеріне көп шықпай бермеймін. Дұрыс қой, менің компьютерім. Сосын мен мультик көресің. Не айтамын? Мен ойыма түспей қалды ғой айтатын нәрсем. Мен хотя бы шұғыла ұқсап, осы 5 жасынан, 6 жасынан сондай кезден бастап телефон көрмегенмін. Мен 9 класстан бастап көргенмін телефонды. 9 класста енді сен маған телефон сыйладыңдар ма? Телефон сыйладық қой енді. Сосын айтам. 9 класста сыйладым. 9 класста мен блокировкасын ашамайтын тұғынмын. 9 класста бізде кнопка болады. Сосын сен айтам. Мен хотя бы күн суық кезде көп далаға шықпай, есікті ашып кел, несе деген кезінде шықпаймын. Мен хотя бы кішкентай кезімде жалмаңдап дейді. Сен сияқты пысық болып бүйтіп жалмаңдап тұрмаған. Мен хотя бы інім сияқты боқтау ойнап жүре бермеймін. Досы әні ғой, сен мен туралы айтуың керексің ғой, ол әнің ол бұзық. Біз видео түсіп жатырық дедік. Мен хотя бы сен ұқсап өсіп кеткен тырнақтарымды тістеп жемеймін. Сен тырнағы жейсің білесің ба? Терісін айтайын. Жеме десе де жейсің. Сосын? Мен хотя бы тартынап келген кезде бір рет қоймаймын, мама отық қояды. Мен жоқпын. Көрші ебі. Мен хотя бы сендер ұқсап кішкентай кезінде де, қазіргі үлкен кезінде де сендер ұқсап өліп деп тәтті жемеймін. Сосын мен тісім тіпті аппақ, сол тәтті көп жемеген арқасында. Мен хотя бы тәттіні көп жеп, тісім бәрі шіріп түсіп қалмаған, ішім бәрі ойы қойып болып. Қазір ғой мен күйге тигеннен кейін тісім бәрі енді құрттап. Өтті. Ешқайсы өткен жоқ па? Өтті. Енді өтіп жатыр. Айтам. Мен хотя бы інім сияқты мына столдың астында ойнап жүре бермеймін, бүкіл нәрсені алып алып. Енді інім ғой сен. Сен мен туралы айтсаң, неме айтасың? Айта беремін. Мен хотя бы кішкентай кезімнен бастап, мама мені бояндыршы, мама маған бояулар алып берші, мамама айтпағанмен кішкентай кезімнен бастап. Енді күшті ғой аналардың боянған. Қойш, кішкентайсың ғой сен де 6 жастасың ғой. Айтам. Онда сенде бүкіл жерде боян бар ма? Мен дейтін Кремде жағып бар ма? Қойш, крем жағы бояну керек маған өте. Мен итог кішкентай ақ боянамын. Мен хотя бы маманың парақтары. Не істемегенсің? Көрмеген. Не парақ? Мен сені көрмейсің парақтарды.
онда сен анаңның розы нәрсеңді алып сиясың ма? қандай роза? Енді сен не парақтан дамаласың ғой дұрыс. Мен бір Мен сен сияқты кішкентай кезімде биге қатысып, Ташкентке жолдама ұтып алмағанмын. Сен маманы айтпайсың ба? Биге барайын сосын Ташкентке ұтып алайыншы деп. Осы отырсаң қатысайды еге. Айтма, бос десіз. Камерамен мен қойған. Мен әке сен емес басқа биге қатысуға болады маған. Сен биге қатысамын. Айтшы, бош десіз айтам. Біз хотя бы мамамыздан екеуміз де сып-сылы болып тұрғанбыз. Мен де мамамдан да папамдан да сып-сылы болып тұрған. Сені де мен сып-сылы болып тұрғанын хотя бы. Екеуміз де сып-сылымыз атақтада. Өтті екеуміз де сылымыз. Сол десің бе десен? Енді сұлы соңызын айтып отырмын ғой енді. Айтам. Мен хотя бы дәптерімді газеттің үстіне көп қойып жаза бермеймін. Сен дәптерің бүлініп қалмасын деймін да, енді мен асты бүлініп қалмасын деп. Ол тазалық, сен аның бетіне әкеліп қойған кезде тап-таза болу керек. Ол дәптер май-пай болып тұршы, жақсы ма? Астына газет. Онда сүртіп бер. Сүртіп беремін, соның өзінде май болады, бірдеңе болып қалмасын деймін. Бүлініп қалмасын дәптерің деймін ғой. Сен ойлаймын ғой мен. Сосын не? Мен айттым бетті. Мен хотя бы сен ұқсап күніге сабаққа баратын кезде ақша берші, анауны алып жей деп айтпаған мен. А так мен бірінші класстан бастап 11 бітіргенге дейін мамам мен сол жерде магазинде зат сатқан. Сосын мен тегін алып жеген кәдімгі. Өткен жоқ. Өтті. Мейлі, сіз не емес, ана буфетте сататын болсаңыз, мейлі тегін ала беретін едім ғой. Дұрыс па? Сөзім, мен ана буфетте болған, сосын тегін зат сатқа тегін аламын. Сен мамаң буфетте істемейді ғой. Сосын айтам, не айтасың? Мен хотя бы мамамен бірге байнаға түскенде, мен түсіріп болғанда, мама сияқты сыртқа шығып демалып, ішке кіріп туынып, сыртқа шығып демалама істемеймін. Енді дұрыс қой, мен екеуіңді түсіріп боламын деген жүрегім қысылып кетеді, мен қумаш айналайын. Әке сен екеуің... Онда есікті ашып қой. Итаки есікті ашып түсірген өзінде мен жүрегім қысылады, екеуің түсіріп боламын дегенше білесің де ме шашып қалатын дегенім? Білмейсің де еще. Мен сенге дейін. Мен хотя бы сен қосап, ютубты қосып қойып, ананы түсіре бермеймін, атақты да билеп, сол жаққа бүкілін салып тастайсың ғой. Мен дұрыс қой. Мен хотя бы тиктокқа, инстаграмға саламын. Дұрыс қой, қызықсаң хотя бы тиктокты, инстаграмға салмайсың ба? Ютубта ешкім көрмейді оған. Енді мен инстаграм, тикток дегендерді қалай салатынын білмеймін ғой. Білмейсің. Сосын айтайын. Бош есен 11 минут болыпты болса. Мен хотя бы телефон көргенде мультик көп көремін, ал тикток көп көрмеймін мама сияқты. Газет көп көрмеймін. Мен хотя бы сен ұқсап отырып алып, мен болмайтын ана Тамирис, Жасмин, бір бәле дейтіндерді көрмеймін. Мен хотя бы Дорома көремін неше түрлі. Енді дұрыс қой, олар әр жаққа қыдырады, соны көремін, қай жаққа қыдыратын. Сосын андай көкіман түсіргенін көремін, сосын ана тұғымаса ойнаған көремін. Күшті емес пе қайта? Маған күшті қызықпасың ғой? Қызық, саған қызық емес болсам, мен тауып аламын. Сосын не айтамын саған? Не айтамын? Мен хотя бы сен ұқсап, апамен ұрыспаймын дейді отырып. Апамен ұрыспаймын да еще. Енді дұрыс қой, апамен мазақтай береді. Әдемі ғой дейді, сосын бар. Қастырын деген әдетті әксен. Апамен отырып болсын. Дұрыс қой, ұрсын керек. Ұрсы керек па? Мен хотя бы сынып оқыған кезінде менімен аттас мөлдір дейтін қыздар болмаған, тек мен өзім ғана мөлдір болғанмын. Сен қосап, садикке барса да шығыла, ана жаққа барса да шығыла, мөн жаққа барса да шығыла. Енді ата қойды ғой атымды. Мен не атам қойған атақтан? Енді ешкім білмейтін, ешкім не істеймін, ешкімнің қоймаған нені қойған ғой. Мен атам бәріне қойған атты қойды. Мен хотя бы екеуіңді қатты жақсы көремін. Сен жақсы көресің бе? Қалай жақсы көресің? Бүйтіп құттаусын жақсы көремін. Мен десем, жақсы көремін ғой, бүйтіп. Болды, пока. Пока. Кейін тағы түсіреміз. Ол әзірше осы айтатын боламыз.